Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен қазақ халқының материалдық мәдениеті, оның ішінде киіз үй жайлы айтатын боламыз. Мен Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейі ғылыми әдістеме бөлімінің меңгерушісі Елубаева Ирамгүл. Киіз үй қазақ халқының өзіне бірге жасасып, тарих белестерінен бірге келе жатқан заттық тұрмыстық мәдениетінің көрінісі. Ол сонымен қатар қазақ халқының материалдық мұрасының бірі ғана емес, бірегейі болып табылады. Қазақтың киіз үйі қазақ баласы үшін адамгершілік ясы, қасиет тұтар ордасы. Ол әр қазақ баласы үшін тәуелсіздігі мен бостандығының, байлығы мен барлығының, рухани кісілігі мен қоғам алдындағы міндеттілігінің символы. Құрметті оқушылар, сіздерге бүгін біз Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің қорындағы 20 ғасырдың екінші жартысында Жамбыл облысында жасалған киіз үй мен және сол киіз үйдің құрылысымен таныстыратын боламыз. Киіз үй. Киіз үй жер шарының жарты моделі іспеттес. Себебі бұл дүниедегі барлық нәрсе шар тәрізді, ғалам да шар тәрізді. Ал киіз үй адам өмірінің бұл жақтағы да жартысы. Жаратылыстың мызғымас заңының негізі бар нәрсе шар тәрізді ұсақ бөлшектерден тұратын болса, бар тіршілік негізі шар тәрізді форма болатын болса, киіз үй шардың жартысы сол форманың бірінші бөлігі. Киіз үй тез жиналып тез тігіледі. Көшіп қонуға өте ыңғайлы. Үй тігерде ең алдымен қолайлы жер таңдап алынамыз. Содан соң келеге жайып, оның сағанақтарын таңғыштарға біріктіре таңады. Ал енді киіз үйдің құрылысына келер болсақ, алдымен келегелері керіледі. Одан соң ортада ер адам бақанмен шаңырақты көтеріп тұрады. Ал киіз үйдің жан жағында адамдар оқтарды байлайды. Суретте көріп тұрғандарыңыздай шаңырақ пен келегенің арасын оқпен біріктіреді. Сықырлауы қойылып, ол да баумен байланып біріктіріледі. Киіз үйді құрып болған соң киізін жабады. Киіз үйдің жабуы 4 түрлі киізден тұрады. Олар туырлық, яғни туырлық пен келегені жабады, үзік, үзік пен оқтарды жабады, түндік, түндік пен шаңырақты жабады, киіз есік пен сықырлауықтың үстіне жабады. Киіз үйдің сырты ою-өрнектермен әшекейленеді. Одан соң басқұрлармен әсемделеді де ішіне тұрмысқа қажетті жиһаздар мен бұйымдар қойылып, түс киіздер ілініп, текемет пен сырмақтар төселеді. Тарихымыздан хабар беріп, мәдениетімізді бейнелейтін мәдени мұраларымыздың бірі киіз үйдің көшпелі халқымыздың өмірінен алатын орны ерекше. Оның тарихы, жасалу технологиясы, бөліктері, түрлері туралы түсініктер жайлы айтар болсақ, ең алдымен шаңырақ. Шаңырақ киіз үйдің еңсесін құрап, тұтастырып тұратын күмбез. Шаңырақтың шеңбері 3-5 метр шамасында. Көбінесе сом қайыңнан, мойсом қайыңнан, мойылдан иіп қиюластырылады. Қоспаларын жалтырауық металмен құрсаулайды. Шаңырақтың дөңгелек шеңберін дөңгелек шеңбер немесе тоғын дейді. Оған оқ соғынатын 4 қырлы көз қаламдықтар деседі. Шаңырақ тоғын және түңдікті көтеріп тұру үшін және киіз үйдің төбесіне жауын шашын іркілмеу үшін 45 градус шамасында айқастыра бекітілетін ағаштарды күлдіреуіш деп атайды. Күлдіреуіш арқылы үйге жарық түседі, түтін шығады. Оған жабылатын киіз түңдік деп аталады. Салт бойынша кешке жақын түңдікті жауып, таңертең ашатын болды. Қара шаңырақ бір әулеттің тараған түп тамыры. Оны сыйлау, ұлтын сыйлаудың алғашқы баспалдағы. Кешегі күнге дейін қара шаңырақта отырған азамат атадан жалғасқан бақ берекенің
ұйытқысы ретінде сол әулеттің қадірлі азаматы саналатын. Барлығы оған құрметпен қарайтын. Жиын тойда, сый дастархан басында сол қара шаңырақ иесі жасы кіші болса да төрден орын алатын. Айналасындағы ақсақалдардың өзі: «Қарағым, сен қасиетті қара шаңырақтың иесісің. Жасың кіші болса да жолың үлкен. Асқа батаны сен жаса» деп кішілік танытып жататын. Шаңырақтан кейінгі ерекше қастерленетін бөлшегі бұл босаға. Біз естіп жатамыз, бір әулетке келін түскен кезде аттаған ақ босағаң берік болсын деп тілек те айтылып жатады. Яғни бұл сол әулетке түскен келіннің керегесі кең, босағасы берік болсын, табалдырықты оң аяқпен атта деген сөздерді де естіп жатамыз. Ол табалдырық пен маңдайшада тұрады. Ал есіктің екі жақтау ағашын таяныш дейді. Оған сықырлауық орнатылады. Киіз үйдің есігі сықырлауық деп аталады. Киіз үй есігінің құрылысы бұл бірінші маңдайша, екінші босаға, үшінші сықырлауық, төртінші жақтау, бесінші табалдырық. Сықырлауық киіз үйдің өте әшекейлеп жасалатын сәнді есігі. Бұл ортасынан ашылып жабылатын жарма есіктерге ұқсас. Ол екі таянышқа ілмек арқылы ұстасады. Ашып жапқанда сықырлап тұрады. Сондықтан оны сықырлауық деп атайды. Оқтың кереге басына байланатын жағы жалпақтау болып келеді. Және бұл жерді тесіп бау өткізеді. Оны оқ бау деп атайды. Осы бау арқылы оқ пен кереге басы бірігіп байланады. Киіз үйдің сүйектері, олар кереге, уық және шаңырақ. Үйдің төменгі жағы тор көз кереге болады. Кереге ағаштары бір-бірімен қайыс баулармен байланыстырылады. Олар тез жиналып, тез жазылады. Тез жығылып, тез тігілетін киіз үй түйе мен атқа арту арқылы жеңіл көшіріледі. Оның киіз туырлықтары мен үзіктерінен жауын өтпейді. Ыстық күндері киіз үй салқын болса, қыстың күні керегесін қабаттап, киізбен қаптап, іргесін көміп, ошақ асып, от жағып, сыртынан шимен қаптап, жазға дейін отыра беруге болады. Уық пен кереге шаңырақты жалғастырып тұрады. Киіз үйдің кеңдігі керегесіне, ал биіктігі уықтың ұзындығы мен қысқалығына байланысты болады. Киіз үйлер 6 қанатты, 12 қанатты, тіпті үлкен ақ отаулар 32 қанатты болып та бөліне береді. Ал құрметті оқушылар, қазір біз киіз үйдің құрылысын жік-жігімен айтатын боламыз. Мына суретке назар салып қараңыздар. Бірінші шаңырақ, екінші уық, үшінші кереге, төртінші есік немесе оны сықырлауық деп атайды, бесінші ошақ, алтыншы бесік, жетінші төсек ағаш, сегізінші сандық, тоғызыншы туырлық, 10-шы желбау, 11-ші аяқ қап, 12-ші сырмақ, 13-ші түңдік. Ал құрметті оқушылар, енді біз киіз үйдің сыртқы әбзелдеріне тоқталатын боламыз. Киіз үйдің сыртқы әбзелдері күн сәулесін және тамшы өткізбеу, жылу сақтау қызметтерін атқарады. Оларды пісірілген ақ шаңқан киізден пішіп, ою өрнектермен безендіріп тігеді. Пішілген киіз таңдай өрнекті жіппен жиектеу, дөдегеге мақпал немесе шұғадан ою өрнек бастыру киіз үйге салтанатты сипат береді. Ал енді бұл киіз түрлерін жеке-жеке талдайтын болсақ, туырлық керегенің іргесінен оқтың ортасына дейінгі жерге жабылады. Сыртқы дөдегесіне әшекей орнатылады. Үзік кереге басынан шаңырақ шеңберіне дейінгі аралыққа жабылады. Түңдік бұл шаңырақтың сыртынан жабылады. Киіз есік сықырлауықты жауып тұрады. Киіз есіктің сырты киіз, ортасы ши, астары жарғақ теріден жасалады. Шиыршықтап түріп қоюға ыңғайлы болады.
киіз үйдің сүйегін бір-бірімен тұтастыру, сыртқы әбзелдерін бастыру мақсатында бау құрлар қолданылады. Таңғыш екі керегенің сағанағын кіріктіріп таңатын өрнекті жіңішке құр. Бас арқан керегенің сыртынан бастыра орап таңатын қыл арқан. Белдеу туырлықтың керегеге тығыз жатуы үшін оны жел көтеріп кетпеуі үшін сыртынан бастырып буатын қыл арқан. Шалма оқтарды ығып кетпеуі үшін шалмалап байлайтын құр. Оқ шалғыш немесе оны иық бау деп те аталады. Жел бау көрнекті төгілме шашақты құр. Шаңыраққа 3 немесе 2 жерден байланып керегеге асылады. Киіз үйге сәндік, жиһаздық сипат береді. Оның негізгі міндеті дауыл кезінде шаңырақты салмамен басып тұру. Бас құр киіз үйдің ішін безендіру үшін әрі туырлықтың кереге басына үйкелмеуі үшін оқ пен керегенің түйіскен жерін сыртынан бастырып таңатын өрнекті жалпақ құр. Туырлық бау туырлықты ұстап тұратын әрі әсемдік үшін түр салынған жалпақ терме бау. Үзік бау үзіктің екі жиегінен 2 немесе 3 жерден тағылған оқтың үстінен айқастыра тартып керегеге байлайтын жалпақ терме бау. Киіз үй бірнеше бөлікке бөлінеді. Ол төр жақ, оң жақ, сол жақ, босаға, ошақ. Оны сіздер мына суреттен көре аласыздар. Яғни үйге адам келген кезде табалдырықтан аттайды, келген қонаққа төрге шық деп жоғарғы жақтан орын ұсынады. Ал киіз үйдің оң жағы ол үйдің иесі ер адамдар жақ. Онда ер адамға қажетті құралдар, ат әбзелдері, ер тұрмандар, қамшы тұратын болса, ал сол жақта әйел адамға, яғни ас үйге қажетті ыдыс аяқ, қазан ошақ, аяққап, асадал, қоржын, кесеғап, торсық деген сияқты бұйымдар тұратын болған. Құрметті оқушылар, назарларыңызға рахмет. Біз сіздерге бүгінгі сабағымызда киіз үй туралы аз да болса мағлұмат бердік деп үміттенеміз. Сау болыңыздар.